Сәлем достар, қалайсыңдар? Біраз күн болды тамақ істемеген, блогымды салмағалы. Мына жерде кешкі тамақ картошка істейін деп еттен басқасын бәрін енем дайындап қойған. Картошкасын, сәбізін, қызылшасын маған оңайырақ болсын деп. Тек мына жерде етпен тек жуаны ғана турауым ғана қалды. Мына жерден пышағым өтпейтін, ет қатты жұмсарып кеткеннен кейін ба сол байқап тұрмын. Одан қайрақтап кеп қайрап алып одан кейін керек емес сыртын ұнатпаймын, көбінесе алып тастап еттің. Мына жерде балдарға да сөйлеп үлгеріп жатырмын, етті турап та үлгеріп жатырмын. Мына жерде енеме рахмет, бәрін картошкасын бәрін дайындап қойған, турап ыдысқа салып маған. Тек қуыратын тек етім мен болгарскийімді ғана қойдым. Оңай болсын саған деп барынша істеп көмектесіп жатыр маған. Ол кісіге де рахмет. Мына жерде майды қойып, одан жуамды ашып алып, турап алып жатырмын. Ал менің істеп кухняда істеген тамақтарым қызығырақ болса, маған тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Күндегісі кешкісі ол бір мезгіл не тамақ істеймін деген проблема ғой менде. Бар келінде сондай шығар, кешке не тамақ істейміз деп. Мен енемнен сұрап аламын кейбір кезде, не тамақ істейін мама деп. Мына жерде уже қуырып бастап жатырмын. Мен бәрін салып бірден қуырып жіберем. Бірінші картошкадан бұрын етімді бұқтырып тындырып алып жатырмын. Болгарскийінде дәмі шықсын деп оларды да қуырып жатырмын. Мына жерде сіздер кешкісін не тамақ істеп жатсыздар? Мен кешке түсірілген видеоға бүгін монтаждап, бүгін неғып жатырмын, түсіріп жатырмын. Қолыма бар келгенінше. Мына жерде бульон қосып, тұзын қосып. Қарап қойыңыздар, тамашалап отырсыздар. Мен тамақтың піскен түрін түсірем деп ұмытып кетіппін. Мынау жоқ картошкасын бетіне өйстіп капуста салып жібергенді енем жақсы көреді. Соған өйстіп капуста салып жіберемін. Маған лайк басып тіркеліп қойыңыздар.